қанша болады шығара ғой. Бұл 10 болады. Дұрыс қызым, отыра ғой. Шынымен де есеп білесің екен. Сәлем. Сәлем. Сені бір жерде көрген сияқтымын. Мені қай жерден көресің? Мен еш жерден көрген жоқ. Сияқтысың менің ойымша. Мені тыңдап жатқан біреу бар ма ана жерде? Ағай, кешіріңізші, өтінемін, барлық кінә менікі. Жарайды, ештеңе етпейді. Отырыңдар, жазыңдар. Мына тақтадан жазып алыңдар. Оп-оңай ғой, мына есеп. Оп-оңай болса шығармайсың ба? Саған айтты ғой, маған емес. Қырыла бермеңдерші, зыба. Не ал дейді? Нош, мен де боқтайды екен ғой. Нұрай, сен қуасың ба, зыба деген не ол? Бұл да, ағай сөйлеп жатыр, естейікші. Дым естілмей жатыр. Балалар деймін. Мен сөйлеп жатырмын ғой, неге естімейсіңдер мені, а? Даже мен сөзімді естідіңдер ма, өзім мен не дедім? Тұр сен, кім Диас? Ағай, тұр. Мен не дедім қазір? Сіз ба? Сабақ оқы дедіңіз. Өтірік айта берме. Өйтіп айтқан жоқпын. Отырып, тыныш отыр болды, отырда. Той ақыра, ағайтан да таяқ жедің, әне. Обай, ұрыс естідің. Маған бұқи. Бір танысамыз ба конкретно? Ешкіммен таныспаймын. Айтпақшы, үй жұмысын кім орындады? Ағай, мен орындадым. Бірақ үйде қап кетті. Сен жынсың ба? Не үйде қалдырасың оны орындағаннан кейін. Ағай, осы біздің сыныпта балдардың миы қақпай ма, сондай бір нәрсе. Сенің миың жақсы қағаде, күшті қағаде, сенің миың. Барлығында жетісіп тұрған жоқсыңдар. Тыныш отырыңдар сондықтан да. Түсіндір ма? Жарайды, ағай. Сонымен олар бақытты және күшті подруга болып сыйласып кетті. Видео ұнаса лайк бас және маған тіркеліп кетуді ұмытпа.